Кеше қызым екеуміз қазы бәрін айналдырып болғаннан кейін осылай самсаға, мантыға фарш дайын тұрсын деп заморозкеге осылай фарш тартып салып тастаймын мен үнемі. Мен ешқашан соңғы 3 жылдықта базардан фарш алып көрмедім. Әрдайым өзімнің қолымнан тартып, өзімнің қолдан алынған адал сойылған малдың етінен осылай жілік алып, я болмаса өзіміз сойып дегендей осылай әрдайым үнемі өзімнің қолымнан фарш тартып морозкаға салып қатырып тастаймын. Себебі кісі келгенде, я болмаса асыққан кезде осылай тек балаларға сапса жасауға, манты жасауға әрдайым менде морозкада осылай фарштар қатып тұрады. Әрі оңай, әрі жеңіл. Сіздерге де осылай кеңес беремін. Морозкаға осылай фарштарды тартып салып тастауға. Бәрін тартып болғаннан кейін осылай мешоктарға қатырып, бәрін морозкеге салып тастадық. Сіздерге де кеңес беремін. Рахмет.